Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте керемет мерекелік дастарханның сәнін келтіретін праздничный деген салаттың қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен күрішімізді жуып аламыз. Сковородкамызға кішкене ғана майымызды құйып, қыздырып, үстінен күрішімізді саламыз. Үстінен тұзымызды салып, араластырып, кішкене ғана суымызды құйып, астын жай қойып қоямыз. Біздің күрішіміз осылай пісіп шықты. Салатымызды жинауға кірісейік. Күрішімізді тарелкамызға орналастырып, домалақ етіп жайып шығамыз. Оның үстінен майонезімізді сеуіп шығамыз. Осылай қасығымыздың көмегімен майонездерімізді жан-жағына жағамыз. Оның үстінен крабымызды орналастырамыз. Және оның үстінен майонезімізді себеміз. Үстінен жүгерімізді саламыз. Үстінен тағы да майонез сеуіп шығамыз. Келесі теркадан өткізілген сырымызды салып шығамыз бетіне. Оның үстінен майонезімізді жағамыз. Үстінен соленый огурцымызды орналастырамыз. Майонезімізді себеміз. Жұмыртқамыздың ағын орналастырып шығамыз. Майонезімізді себеміз үстінен. Келесі ең соңғы үстінен жұмыртқамыздың сарысын осылай теркадан өткізіп, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз де болады. Укроп, петрушка немесе осылай мен сияқты соленый огурцидың қабығын кесіп алып, роза гүл тәрізді етіп орап қойсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.